Бүгін Абай атындағы театрдағы отбасылық бір күн атты облыстық іс-шара өтті. Шара толық қадам ілімі негізінде ата-аналар институтын қалыптастыру жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Шараға Абай облысының білім беру ұйымдарынан 500-ге жуық өкіл, мектеп директорларын, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, сынып жетекшілері мен ата-аналар қатысты. Бүгінгі театрдағы отбасылық бір күн атты мерекелік іс-шараның бастаушысы болған облыстық білім басқармасы мен облыстық инновациялық әдістемелік орталықтың педагогикалық ата-аналарды қолдау және психологиялық қолдау көрсету мақсатында жасалған. Сондай-ақ облыстық инновациялық орталықтың толық адам білімі жобасы былтыр жылға тартқан болатын. Сол жобаның аясында бүгінде облыс көлемінде ата-аналарда психологиялық, педагогикалық қолдау көрсетіліп, әр мектепте, яғни облысымыздағы 302 мектепте ата-аналарда педагогикалық қолдау орталықтары жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде Даналық мектебінің жұмысын, бүгін облыс көлеміндегі Даналық мектебінің жұмысын көріп отырсыздар. Бүгінгі театрдағы отбасылық бір күн іс-шарасы бұл адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында облыстық толық адам ілімі негізіндегі ата-аналар институтын қалыптастыру жобасы аясында өткізіліп отыр. Бұл бүгінгі көрсетілетін қойылымда отбасы құндылықтары, отбасындағы ана мен әкенің, ата мен әженің, аға мен жеңгенің, яғни үлгісі көрсетіледі. Сондықтан да бүгінгі осы ордада біз осы ата, әже, әке, ана, аға, жеңге мектептердің үлгісін көрсетіп отырмыз. Бұл біздің мектепке дейінгі орта білім және де колледждеріміздағы іске асырылып жатқан үлкен облыстық жоба. Сондықтан да осы бүгінгі өкінішті өмір атты қойылымда осы бүкіл адамзат басынан кешетін, яғни отбасындағы шыңғаттан қалай арылып шығуға болады, бір-біріне қалай сүйіспеншілікті туысқандар арасында дарытуға болады, соның барлығы қойылым арқылы біздің бүгінгі қатысушыларымыз сезінетін болады. Отбасы адамның ең бірінші тірегі, ең алғашқы мектебі демекші. Өткен шара барысында жиналғандар ата мен әже, әке мен ана, аға мен жеңге мектептерінің қызметімен танысып, отбасылық қарым-қатынас мәселесін қозғайтын өкінішті өмір атты спектаклін тамашалады. Қойылым көрермендердің көңілінен шығып, көпшіліктің ойына ой салды. Бүгін адал азамат біртұтас тәрбие тақырыбында өтіп жатқан осы шараға біз арнайы келіп отырмыз. Неге? Өйткені біз осыған дейін осы Бауыржан Момышұлы атындағы 34-ші мектептің ата-анасы ретінде арнайы осыған дейін үлкен осы әкелер форум өткен болатын. Бұл әкелер форумының негізгі мақсаты біздің өзіміздің мыңжылдық мәдениетімізді, сан ғасырлық салтымызды өскелең ұрпаққа, яғни өзіміздің балаларын бір ғана өзіміздің ғана балаларымызға ғана беріп қою емес, сонымен бірге тұтастай өзіміздің қатарластары бірге бала тәрбиелеп отырған ата-аналармен бірге осы арнайы ұлағат мектебі, әкелер мектебі жұмыс жасайды. Сол мектеп аясында біз мынау қолөнер бұйымдарынан қол үзбеу мақсатында мынау бұйымдар жалпы қалай жасалады, сонымен бірге жаңа қамшының өру, оның негізгі мақсаты неше өрінен тұрады, соны айтатын болсақ, сонымен бірге педагогикалық және де дидактикалық мақсатта да өзіміздің мынау шежіре таратуды да насихат етіп айтамыз. Неге? Өйткені жаңағы жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жетеді. Сол сияқты мынау жаңағы бір ғана ұлдар ғана емес, бұл жерде сонымен бірге қыз балаларымыздың да қызығушылығы зор. Неге? Өйткені біз мынау бүгінгі күнде заманауи көзқарасты мақсат етіп отырған ұлттық нақыштағы арнайы кілтке тағатын баулар жасалады. Бұлардың негізгі мақсаты өздеріңіз білесіздер, балалардың қызығушылығын арттыру. Сонымен бірге біз бір ғана осы ұлағат әкелер мектебі біз тәлім-тәрбиенің барлығын мектеп қабырғасында тек қана оқытушылар немесе ұстаздар ғана беру емес, сонымен бірге өзіміздің бала тәрбиесінде де ата-ананың атқаратын негізгі рөлін күшейту. Мектепке дейінгі мекемелердің барлығында бүгінгі біртұтас тәрбие арасында болып жатқан іс-шараға мектепке дейінгі мекемелердің барлық балабақшалары келіп қатысып жатыр. Мұндағы мақсат әкелер мектебі, аналар мектебі, әжелер мектебінің іс-шарасын өскелең ұрпаққа көрсету, яғни дәріптеу мақсатында осы іс-шараға бүгін біз қатысып жатырмыз балабақшалардың атынан. Осы іс-шараға қатысқанымызға өте қуаныштымыз.
өскелең ұрпаққа мына жөн төту, жөн үйіру, жөн сабау, ұлттық құндылықтарды жалпы бойына дарыту мақсатында осы іс-шараға қатысқанымызға қуаныштымыз. Барлықтарына сәттілік тілейміз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Осындай іс-шаралар келешекте көбірек ұйымдастыра берсе, өскелең ұрпаққа үлкен тәрбие деп ойлаймын. Іс-шараның басты мақсаты мектеп пен ата-аналар арасындағы ынтымақтастықты нығайту, позитивті ата-ана мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жобалық тәжірибемен бөлісу және отбасылық құндылықтарды дәріптеу. Айдана Бестебаева, Ғалижан Сәкенов, Марат Сағынбаев, ТВК 6 телеарнасы.